және құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы деректер қорының негізгі ұғымдары. Сабағымыздың мақсаты реляциялық деректер қоры ұғымын түсіндіру. Бағалау критерийлері. Деректер қорының типтерін біледі, кілтті көрісті анықтай алады. Деректер қоры және оның түрлі анықтамаларына тоқталатын болсақ, деректер қоры кез келген ақпараттық жүйенің басты ұғымы болып табылады. Егер де осы деректер қоры болмайтын болса, ешқандай да бір ақпараттық жүйе өз жұмысын атқара алмайды. Яғни деректер қоры болмаған ақпараттық жүйе өте пайдасыз және қолдануға лайықсыз болып табылады. Деректер қорының өзінің қолданылу облысы бойынша түрлі анықтамаларға ие болады. Атап айтсақ, деректер қоры бұл нақты кәсіпорынның ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған логикалық байланысқан деректердің және осы деректердің сипаттамаларынан тұратын бірге қолданылатын терімі болып табылады. Яғни қазіргі кезде, қазіргі заманда кез келген кәсіпорын болсын, немесе мемлекеттік орган болсын, өз жұмыс бабында ақпараттық жүйелерді, ақпараттық технологияларды кеңінен қолданады. Ал енді деректер қоры осы аталған ақпараттық жүйенің негізгі компоненті болғандығы үшін, олар деректер қорын қолдануға міндетті. Кез келген мемлекеттік орган, мысалы әкімшілік болсын, салық комитеттері, түрлі департаменттер, немесе жекеменшік компаниялар деректер қоры арқылы өз жұмысын ұйымдастырып, яғни көздеген мақсатына жете алады. Деректер қоры оларда мысалы есеп-қисап бөлімінде, кадрлар бөлімінде, сату бөлімінде, тағы да басқа бөлімдерде кеңінен қолданылады. Яғни бұл біздің бірінші анықтамамыз. Ал енді деректер қоры бұл бір рет анықталатын және түрлі бөлімшелердің көп қолданушылары арқылы қолданылатын бүтін және үлкен қойма болып табылады. Яғни қандай да бір мекеменің жұмысын алатын болсақ, онда қазіргі кезде ақпарат технологияларының қарқынды даму кезеңінде түрлі бөлімдер бар. Солардың ішінде ақпараттық технологиялар деп аталатын, немесе компьютерлік технологиялар деп аталатын бөлім бар. Бұл бөлім осы компанияның жалпы ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған. Оларда соның ішінде деректер қоры мен ақпараттық жүйелермен тікелей жұмыс істейді. Ал енді осы бөлім арқылы деректер қоры құрылғаннан кейін, егер де бұл деректер қоры, яғни мәліметтердің жинағы құпиясыз немесе жалпыға ортақ қолдануға мүмкін болатын мәлімет болатын болса, ол бір үлгерімін талқылай алады. Деректер қоры бұл ортақ қасиетке ие деректердің жиынтығы болып табылады. Яғни деректер, қандай да бір мәліметтер деректер қорын құру үшін, олар ортақ сипатқа ие болуы қажет. Атап айтсақ, мысалы, студенттер, бір топтың студенті немесе факультеттің студенттері деректер қорын құра алады. Себебі олардың барлығы білім алатын студенттер. Сонымен бірге, мысалы, қандай да бір қала немесе облыс аумағындағы автокөліктердің тізімі және олардың сипаттары жалпы деректер қорын құра алады. Себебі олардың барлығы автокөлік және олардың ортақ қасиеті бар. Ал енді тағы бір кең тараған анықтамалардың бірі бұл деректер қоры дегеніміз электрон есептеуіш машинасының сыртқы жадында ұзақ сақтауға және қолдануға арналған деректердің ұйымдастырылған жинағы болып табылады. Біздің қабылдауымыз бойынша, біздің сабағымыз бойынша бұл деректер қоры компьютер жадында сақталатын, яғни компьютер арқылы өңделетін мәліметтер жинағы. Осы себепті біз деректер қорын ұзақ уақытқа немесе белгіленген уақыт ішінде қолданылады деп есептейміз және қолдануға арналған деп есептейміз. Ал енді осы деректер жинағын, яғни біздің ұғымымыз бойынша деректердің қоры, осы қорын бірнеше формалар бойынша бейнелеуге немесе анықтауға болады. Ең жеңіл немесе оңай бұл әрине ауызша немесе қағаз жазба жүзінде іске асыру, ол да формаға жатады. Бірақ қазіргі кезде ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде атап айтсақ, ең жиі тараған модельдер үш топқа бөлінеді. Бұл ағаш тәріздес модель, желілік модель және реляциялық модель. Ағаш тәріздес модель арқылы деректер ағаш түрінде беріледі және ол онда
түйін, деңгей, жазба түсініктері қолданылады. Яғни оған мысал ретінде компьютердің яғни файлдық жүйесін атап айтуға болады. Яғни барлық файлдар компьютердің қатты дискінде сақталады және түбірлік каталогтан тарайтын болады. Яғни барлық файлдар немесе папкалар осы түбірлік каталогқа барып тоқтайды. Түбірлік каталогтың ішінде бірнеше папкалар болуы мүмкін. Әр папканың ішінде немесе каталогтың ішінде бірнеше тағы ішкі каталогтар, олардың ішінде файл және немесе бос болуы әрине мүмкін. Сонымен бірге өмірдегі жағдай мысал ретінде қандай да бір ұрпақтың шежіресін айтуға болады. Кез келген ұрпақ осы бір атаға барып тоқтайды. Оның атаның бірнеше ұрпақтары болуы мүмкін, ал бір ұрпақтың тек қана өзінің алдындағы деңгейде бірақ атасы болуы мүмкін. Бұл ағаш тәріздес модель, ол кейде иерархиялық модель деп аталады. Екінші кең тараған модельдің бірі бұл желілік модель. Желілік модельде деректер желінің элементтері болып табылады және сегмент, агрегат және жазба түсініктері арқылы сипатталады. Желілік модель бұл ағаш тәріздес модельден басты айырмашылығы, ағаш тәріздес модельде бір қандай да ұрпақтың тек қана бір алдындағы деңгеймен, бір жолмен байланысса, желілік модельде онда емес. Онда кез келген деңгей басқа деңгеймен байланыса алады. Және оған мысал ретінде интернет жүйесін айтуға болады. Яғни ондағы барлық компьютерлер қандай да бір деңгейден кейін ең басты компьютерге барып тоқтайды. Яғни барлық компьютерлер байланысты басты ұғымы бұл реляциялық модель. Реляциялық модельде деректер кесте түрінде беріліп, ол атрибут және қатарлар арқылы деректер анықталатын болады. Реляциялық модель қазіргі күнде ең жиі қолданылатын, немесе тек қана реляциялық модель қалған деп есептеуге болады. Ағаш тәріздес модель және желілік модель өзінің күрделілігі және кемшіліктері бойынша реляциялық модельге өз орнын босатып берген. Деректердің реляциялық моделі дегенде біз басты ұғым бұл әрине реляция деген сөзден шыққан. Реляция латын сөзіндегі relation деген сөзден, ал relation өз кезегінде қазақша қатынас деген мағынаны береді. Қатынас біздер деректер базасындағы кестелер бірнеше кестелерге бөлініп, олар бір-бірімен байланыстырылуы қажет. Және бұл байланыстыру арқылы бір кестедегі мәліметті өзгерту арқылы автоматты түрде басқа кестедегі мәліметтер де өзгеретін болады. Бұл кілттер арқылы байланысатын болады. Бұл кілттер және олардың орнату жолдары келесі сабат қарастырылатын болады. Ал жалпы осы кестедегі мәліметтерді, яғни кестелерді бір-бірімен байланыстыру үшін байланыстардың бірнеше түрлері қолданылуы мүмкін. Атап айтсақ, бұл бірге бір байланысы, бірге көп байланысы және көпке көп байланысы. Яғни үш түрге бөлінеді. Кейбір жағдайда екінші түрдегі байланыс бірге көп байланысы, көпке бір байланысы деп қосылады тағы. Енді жеке-жеке қарастыратын болсақ, бірге бір байланысы, егерде бірінші кестенің бір жазбасы, яғни бір қатары, бір кортежі, екінші кестенің бір жазбасына сәйкес келетін болса, тек қана бір жазбасы ғана сәйкес келетін болса, онда бірге бір байланысы орнатылады. Мысал ретінде атап айтсақ, Қазақстан Республикасының азаматының тек қана бір ғана жеке сәйкестендіру нөмірі бар. Және бірге бір байланыс болғандықтан, керісінше қарастыратын болсақ, кез келген бір ғана нөмір, яғни жеке сәйкестендіру нөмірі Қазақстан Республикасының тек қана бір азаматына тиісті болады. Осы байланыстың түрі бұл бірге көп байланысы. Егерде бірінші қатынастың бір жазбасына екінші кестенің бірнеше жазбалар сәйкес келетін болса, ол кезде байланыстың бірге көп байланысы қолданылады. Мысал ретінде айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының кез келген азаматының бірнеше автокөлігі болуы мүмкін. Яғни келген бірнеше автокөлігі болуы мүмкін. Бұл әбден мүмкін. Ал енді бірнеше автокөлік бір ғана азаматқа тиісті болуы мүмкін. Осы кезде бірге көп байланысы қолға жетуі мүмкін. Байланыстың үшінші түрі бұл көпке көп байланысы. Егер бірінші қатынастың бірнеше жазбаларына екінші кестенің бірнеше жазбалары сәйкес келетін болса, онда байланыстың көпке көп байланысы қолданылады.
Ал енді ойымызды жинақтап, мынандай сұрақтарға жауап берейікші. Реляциялық деректер қоры ұғымы нені білдіреді? Кортеж деп нені айтамыз? Кесте компоненттеріне нелер жатады? Реляциялық деректер қатынасын қандай мақсатта қолданады? Үйге тапсырма. Видеода көрсетілгендегідей, төмендегі қарапайым тұтынушы реляциялық кестесін құрыңдар. Ал енді, бүгінгі сабақты түсіндім десеңіздер плюс, әлі сұрақтарыңыз болса сұрақ белгісі, сабақты түсінген жоқпын десеңіздер леп белгісін чатқа жазып жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.